Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Малшы мен маса. Бір малшы көлеңкеге келіп жатып, қасқырдан иттеріне сеніп жатып, үстіне көк шалғынның самал жерде тырайып қалды сабас ұйықтап қатып. Келеді қара жылан шағайын деп, қапысын ұйықтағанда табайын деп, малшыны сол уақытта баса шақты, оятып бұл бәледен қағайын деп. Ұйқысы малшы оңды ашпай тұрып, өлтірді шағып тұрған масаны ұрып, көтеріп жерден басын біраздан соң қарады жан-жағына мойын бұрып. Жыланды көрген шақта малшы өкінді, достығын сармасаның сонда оқып. Сөзімнің сөкпеңіздер шолақтығын, демеңдер сөз жазуға олақтығым. Жыланды малшы көріп болғаннан соң келмеді бір-біріне жолатқызғым. Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан, жыланды бәледелік аңдып баққан, бәленің түрін көрген мен сармаса, халықты оянсын деп сөзбен шаққан.